Мойынмен асықпай жұмыс жасаймыз. Мойындағы жаңағы сіңірлерді созып ауыртып алмаңыздар, резко қозғалып. 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. Келесі сол жаққа қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. Келесі жаттығуымыз иықтың деңгейінде қолымызды көтереміз. Алға қарай шынтақты қосамыз, ашамыз. Жауырынымыз, лопаткамыз бұл жерде қосылады, ашылады да. 7-8 сағат бойы қозғалыссыз жатқан денемізді қозғап, қан айналымды жақсартамыз, қыздар. 40-нан кейін, жаңағы мамамыз 40-на дейін жауырынымыз жабыспасын деп қозғайды ғой. Содан бері қозғалмаған жауырынды ашамыз. 6, 7, 8, 9, 10. Бұл осанкаңызды тік ұстауға да керемет көмектесетін жаттығу, күнделік жасайтын болсаңыздар. Енді басымыздың артынан жоғары көтереміз, төмен түсіреміз. Жоғары көтереміз, төмен түсіреміз. Бұл жерде де біз лопаткамен жұмыс жасап жатырмыз. Жауырынымызбен де 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Келесі жаттығуымыз мойнымызбенен желкемізді ұстаймыз. Алға қарай басамыз. Қатты баспаймыз, тек қана қолдың ғана салмағыменен басамыз, қыздар. Шынтақты бір-біріне жақындатамыз, қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Келесі жаттығу оң қолменен оңға қарай басамыз басымызды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі солға қарай басамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Келесі жаттығуымыз иығымызбенен круг жасаймыз. Жақсылап тұрып айналдырамыз. Осанканы тік ұстау. Бұл деген біріншіден дене бітіміңіздің әдемі көрініп, әдемі жүруіңіз үшін. Екіншіден, бұл сіздің бүткіл ас қорытуыңызға пайдасы зор. Осанканы тік ұстап жүрудің. Сонымен қатар біздің бетімізде әртүрлі әжімнің уақыты текеле түсетін алдын алады. Яғни екінші подбородок сіздерде пайда болатында, солардың барлығын кетіруге көмектеседі және алдын алады, қыздар. Сондықтан осанканы тік ұстап жүруіңіз өте маңызды. 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Артқа қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыздар. Оң қолды сол қолдың көмегіменен артқа қарай созамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі сол қолды оң қолдың көмегімен артқа қарай созамыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Келесі жаттығуымыз қолды белге қоямыз.
екі шынтақты бір-біріне жақындатамыз. Прям жақсылап тұрып ашыламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Қолды жоғары көтереміз. Жоғары көтереміз де турникке тартылып жатқандай төменге түсіреміз қолымызды, иегімізді жоғарға көтереміз, е? Осылай жасаған уақытта. Кеттік. 1, 2, екінші подбородоктың кетуіне керемет жаттығу қыздар. 3, 4. Сонымен қатар бұл жерде біздің жауырынымызға да әсер етіп жатыр да, лопаткамызға. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жаттығуды жасаған уақытта қыздар әрбір дене мүшеңізге қалай әсер етіп жатыр, прям сезініп жасаңыздар, иә? Сол кезде рахатын түсінетін боласыздар жаттығудың. Келесі жаттығуымыз көрініп тұр ғой да, аяқтардың барлығы. Жоғары қолымызды көтереміз и табанымызды көтереміз. Қолды көтерген уақытта табанды, түсірген уақытта бақайды көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бұл аяқтарыңызда варикоз болса да керемет жаттығу түрі болып саналады. Келесі аяқты ашамыз, алға қарай еңкейеміз, тізені бүкпейміз, барынша тіке ұстаймыз, иә? Алға қарай еңкейеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Келесі оң аяққа қарай созыламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Сол аяққа қарай созыламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл жерде аяқтың кәдімгі сіңірлері, иә, тартылып. Бұл жерде бел барлығы жұмыс жасайды. 1, аяғымызға ұстап тұрамыз, сол аяғымызға. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі оң аяғымызға ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Қолды артқа қарай ұстаймыз. Алға қарай еңкейеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыздар. Келесі жаттығуымыз оң қолды сол аяққа, сол қолды оң аяққа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодцы, қыздар. Келесі жаттығуымыз на четвереньках тұрамыз. И кеудемізді көтереміз. Жақсылап біреу какой-то тартып жатқан секілді жақсылап көтересіздер. И түсіресіздер, лопатканы бір-біріне қосамыз, былай түскенде. Көтереміз. Демалуды ұмытпаңыздар, әрбір жаттығу кезінде демалуды ұмытпаңыздар. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз.
прям рахат бар ғой. Таза ауада жасаған вообще күшті екен, қыздар. Сіздерде осы эфирді қосып қойып, далада шығып жасасаңыздар болады. Келесі, кеудемізбенен круг жасаймыз. Оңға қарай кеудемізді айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, солға қарай айналдырамыз, кері айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итке талынып қаларыз. Келесі жаттығу оң қолды сол қолдың астынан өткізіп жатамыз. И сол қолымызды артқа қарай созамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі қолымызды алмастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Келесі бізде поза ребенка. Аяғымызды осылай қоямыз. Алға қарай созылып жатамыз. Прямо деген қолымызбен барынша алға созыламыз. Бүткіл кеудеміз барлығы созылу керек. Жалпы әйел азаматы күнделікті өзіне осы 30 минут уақытын арнап дене жаттығуын жасау өте маңызды, қыздар. Бұл дене жаттығуының сіздің денсаулығыңызға да, сіздің әйел адам гибкий бола бастаған сайын әйелдің энергетикасы көтеріледі, яғни әйелдік сізде женственность пайда болады. Басында енді кәдімгі аяғыңыз, қолыңыз аяғыңызға жетпей қақшиып дым жасай алмай икемсіз болуыңыз мүмкін. Ертеңгісін денеңіз ауыруы мүмкін да, бұл қалыпты жағдай. Күнделікті үзбей жасайтын болсаңыздар, кәдімгідей сізде гибкость пайда болады, оны өздеріңіз байқайтын боласыздар. Сондықтан ерінбей таңертеңгісін жасаған өте керемет, сізге күні бойы бодрость сыйлайды, иә, қыздар. Келесі аяғымызды созамыз. Бірге жасап жатырмыз ғой да, қыздар. Просто қарап отырмаймыз, давай бірге жасаймыз. Аяқты созамыз, қолды көтереміз, алға қарай созыламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тізені бүкпейміз. 10. Кеудемізбен полностью созыламыз. Сол кезде прям өздеріңіз сезесіздер, аяқтарыңыз, арқаңыз, беліңіз барлығы созылып жатқан сезім жатсыздар ғой да, қыздар, денеңізді. Бұл жаттығу сонымен қатар денемен, өзіміздің денемізбен контакт құру саналады. 10 аяқты сол аяқтың үстіне қоямыз. Жамбасымызбен жақсылап отырып аламыз. Орнықты. И шынтағымызбен тіземізді итеру арқылы кеудені артқа қарай бұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Келесі аяғымызды алмастырамыз. Шынтағымызбен тіземізді итеру арқылы кеудені артқа бұрамыз. Бір нәрсені көре алмай жатқан секілді барынша артқа бұрыласыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Келесі жаттығуымыз аяқты екі жаққа қарай ашамыз. Оң аяққа қарай созыламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі
10. Молодцы. Келесі оң қолды сол аяққа қоямыз да, сол қолды оң аяққа қарай созып ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі қолымызды алмастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, рахат, я қыздар. Түні бойы қозғалыссыз жатқан денемізді прям созып, әрбіріне жауырынымыз, белдеріміз, арқамыз, мойнымыз барлығы созылған уақытта прям өмірдің рахатын сезінесіздер ғой. Кеттік, енді келесі алға қарай аяғымызды созамыз и артқа қарай домалаймыз. Алға қарай созамыз. Бұл жерде бел, аяқ, жауырынымыз барлығы жұмыс жасайды. Созыламыз, артқа домалаймыз. Созыламыз, артқа домалаймыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Күшті да, қыздар, рахат. Прям. Енді шалқамыздан жатамыз. 10 шынтақпен сол тізені, сол шынтақпен 10 тізені қосамыз. 1, 2, 20 рет жасаймыз қыздар. 3, 4, 5, 6, 7, молодцы. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жарайсыздар, қыздар. Енді аяқты жинаймыз. Бөксемізді көтереміз. Маткамызды қысамыз. Жібереміз, босатамыз, я? Көтереміз, қысамыз, жібереміз, босатамыз. Әйел азаматы босанғаннан кейін бұл жерде өтіп кетеді. Бұл жерде қан айналып жасап, бұлшықтық қайту өте маңызды. Сондықтан да бұл жерге де жаттығу жасауды ұмытпаймыз, қыздар. Біле білсеңіздер, бұл енді өте маңызды органдарымыздың бірі. Сіздің әйелдік нәзіктігіңізді барлығына әсер ететін маңызды органдарымыздың бірі. Сондықтан бұл жерде ұмытпай көңіл бөліп жасауымыз өте маңызды. Көтереміз, қысамыз, жібереміз, босатамыз. Көтереміз, қысамыз, жібереміз, босатамыз, да? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30-ға дейін, 26, 27, 28, 29, 30. Молодцы, қыздар. Енді лимфаны айдаймыз, аяқ қолды көтереміз, таракан жаттығуын жасаймыз. Сілкілейміз, жақсылап тұрып сілкілейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ішке қарай айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, сыртқа 5, 6, 7, 8. Ішке 1, 2, 3, 4, сыртқа 5, 6, 7, 8. Аяқты өзімізге қарай бүгеміз. Қолды екі жаққа созамыз да, оңға, солға,
оңға, солға, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы. Жаймендеп орнымыздан тұрамыз. Орнымыздан тұрамыз. Енді қараңыздар. Ортаға қолымызды, аяғымызды ортаға ашамыз. Ортаға ашамыз, ортаға ашамыз. Енді осыны тездетіп жасаймыз, я, қыздар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жымиямыз. Қабағымызды көтереміз. Біздің эмоциямызбен жасап жатқан іс-әрекетіміз сәйкес келу керек. Бақыт гормоны бөліну үшін біз секіріп жатырмыз, біз қуанып жатырмыз. Бұлардың барлығы біздің денсаулығымызға әсер етеді. Сондықтан жымиямыз, қабақты көтереміз. И аффирмация айтсақ вообще күшті бұл кезде. Мен сұлумын, мен сымбаттымын, менің денім сау, мен бақыттымын, мен бармын, менің табысым мол. Жүрген жерімді гүлдей жайнатып жүремін. Өмірім тамаша, өмір ғажап. Молодцы, қыздар. Осылай секіріп тұрып, аффирмация айтатын болсаңыздар, керемет әсер етеді. Келесі. Бір орында тұрып секіреміз. Денемізді бостаймыз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Молодцы, қыздар. Ең соңғы жаттығу. Шаршамаймыз. Приседание жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 20-ға дейін жасаймыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, молодцы, аз қалды, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы, қыздар. Кто молодец? Я молодец. Өзіңізді мақтап қойыңыздар, қыздар. Жарайсыздар. Суымды алып алайын. Су ішіп алсаңыздар болады. Қалай болды? Кішкене бір-екі комментариймен